Океанды кружканың ішіне қалай қою керек екенін үйретемін. Біріншіден видеолип программасын ашамыз, одан кейін кружканың фотосын или видеосын және біз қоятын объекті, то есть менде ол океан болып тұр. Стандарт бойынша 3 секунд болғандықтан фотоның ұзындығы, біз оны примерно қалай ыңғайлы, мен 10 секундқа дейін ұзартайын. 10 секундқа дейін ұзарттым, одан кейін миксер инструменті арқылы океанымызды екінші қабат қылып қоямыз. Океанның фотоның ұзындығына дейін қысқартамыз. Одан кейін океанды кружканың ішінде дұрыс болып тұру үшін непрозрачностьін азайтып дәлдейміз. Одан кейін маска инструментін қолданып, домалақ масканы таңдаймыз. Сол домалақ масканы кружканың ішінде дәлдейміз, дәл ортасында тұру үшін. Болды, эффектіміз дайын. Осылай жай бір орында тұрған қызықсыз болғандықтан біз оны былай істей аламыз. Экспорт жасаймыз. Және одан кейін жаңа проектті қайтадан ашамыз. Жаңа проектті ашқаннан кейін жаңа біз жасаған видеоны қосамыз. Одан кейін астында тұрған ромбикті басамыз. Ромбик дегеніміз ол біздің ключ дейді. Сосын бірінші исходный позицияны дәлдеп аламыз. Ол бізде примерно осындай болсын. Бірінші ключіміз дайын. Ең соңына апарамыз да видеоны. Видеоның ең соңына апарамыз да позициясын кішкене өзгертеміз. Мүмкін осылай дұрыс болады жүр. Жоқ, кішкене солға жылжытайық. Болды, енді сіздің фотоңыз жай бір орында тұрмайды, осындай видео сияқты болады.